Ассалаумағалейкум ата. Ата, түріңізге қарасам өте мейірімді жан екенсіз. Бұл жерде не істеп отырсыз? Не істеймін, мында отырамын. Үй жоқ. Мен сізді бір қуантайыншы. Бүгін өміріңіздегі бір ең керемет күндердің бірі болсыншы. Жақсы қараймын. Жүріңіз онда. Қай жақта отырдыңыз? Астанада тұрдым. Әйелім қайтыс болды. Балаларыңыз бар ма ата? Жоқ. Вообще бала болған жоқ па сізде? Болған жоқ. Қайда түнейсіздер көшеде мысалы? Подъезді, көшеде. Ата, мына ескі пловты көріп тұрсыз ба? Ескі пловты. Осы менің рестораным. Сол жерде отырып шай ішіп, ыстық шай жарап қалды ғой біраз. Қарасам тоңып қапсыз. Ата, жасыңыз нешеде? 67. 67-тесіз ба? О, біраз жасқа барып қапсыз ғой. Сіздің жасыңызды бере берсін бізге, Алла Тағала. Ыстық тамақ келді енді. Дәм татайық. Менің атам боласыз қой мен, ата. Менің атам боласыз. Болады. Бола ма? Алла Тағала бекерден бекер бізді жоқтырып жатқан жоқ қой. Қалай дәмі? Жақсы ма? Тәтті. Ата, жүріңіз, балаларды қуантайық. Жақсы. Жүріңіз. Салыңыз. Келе ғой. Жұмыртқа ал. Келіңдер. Мұны. Екеу ал. Жұмыртқа ал. Екеу ал. Бесплатно алыңыз. Ассалаумағалейкум ағасы. Ескі пловтан сізге плов алыңыз. Просто от души осы суық күнде жұмыс істеп жатқан үшін, адал еңбегіңіз үшін. Ас болсын ағасы, ыстық пловтан дәм татыңыз. Ала ғой бауырым. Алыңыз. От души ақша керек жоқ. От души береміз. Шын ба? Да, сен. Рахмет үлкен. Рахмет. Не үшін ол? От души. Как раз голодная говорю. Рахмет. Очень вкусный. Спасибо, рахмет. Ата, қалай екен адамдарды қуантқан? Ой, жақсы. Алла Тағала әрдайым сізді беруші қолдардан етсін. Біз сізді қарттар үйіне жайғастырып берсек онда, қалай қарайсыз? Шай бере аласыз.